Сәлем достар, бүгінгі видеода осындай золотой, қызыл, көк түспен қалай жазу керек жылтырап тұру үшін. Міне біздің бомбонеркамыз дайын бар. Оған бірақ жазуды жазамыз. Қазір жазуды жазамын. Мысалы, маған қазір қоныстой деп жазуды жазу керек. Міне мен жазып алдым жазуымды. Енді астында бізде жаңағы текст деп тұрады, шрифт деп тұрады. Шрифтті кішкене өзгертіп алдым. Коронасы бар шрифтті таңдамайсыздар. Коронасы бар шрифттер олар платный версияда. Егер платный версиясын таңдайтын болсаңыздар, онда сіздердің картинкаңыз сохранить етілмейді. Міне қазір мен бесплатный версияның бір шаблонды таңдап аламын, өзіме ыңғайлысын. Міне таңдап алдым. Енді бұның түсін өзгерту керек. Астында цвет деп тұр, көріп тұрсыздар ғой. Астында цвет деп жазылып тұр, домалақ болып тұр. Соған басасыздар. Соған басылғаннан кейін осында әртүрлі түстер шығады, бірақ бізге керек түс бұл жерде жоқ. Мысалы, оранжевый таңдаймын, бірақ ол золотистый емес. Қазір жай ғана программамызды свернуть етеміз да, бізге Pinterest программасына кіру қажет болады. Pinterest программасына қазір кіргеннен кейін анау лупа сияқты поиск деп тұрады, сол поискқа басасыз да. Мысалы, өзіңіз блестящие обои, фон, блестящие обои, золото деп жазсаңыз, міне әртүрлі осындай жылтырақ обойлар шығады. Міне жылтырақ обой таңдап аламыз. Осының ішінен сізге, мысалы, өзіңізге қандай түс керек, соны таңдап алсаңыз болады. Мысалы, маған осында қатты жылтырақ керек. Прям жылтырап тұратындай түс керек. Міне более-менее жылтырақ. Қазір осы жерден тағы бір түсті таңдап алатын боламыз. Міне блестящие обои синие деп жаздым. Примерно фотосын ашып, соны астына бассаңыздар, өте көп обойлар тұрады. Міне қазір маған көкшілдеу блестящий керек, ең блестящий. Төбесінде 3 точканы басып, сохранить етіп аласыздар. Енді қазір жаңағы PicsArt'ың ішіне кіремін. Өзім PicsArt'ың ішін ашамын. Жаңағы міне біздің жазуымыз дайын тұр. Енді астында цветке кіреміз. Цветке басасыз, текстура деп тұр. Текстураға басасыз. Плюсик тұр, анау картинка сияқты плюсик тұр. Ең біріншісі болып, соған басасыздар. Соған басқаннан кейін жаңағы сохранить еткен біздің шаблонымыз, картинкамыз, міне соған басып, сол цветке біздің жазуымыз айналады. Өте оңай, кішкене видеоны асықпай көрсетіп жатырмын, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін. Міне төбесінде 2 төрпіштіге басып, мысалы, осылай копия жасап алсаңыздар да болады. Міне енді қазір фотомызды қараймыз, түсі қалай болған. Міне осылай жылтырап тұр менде. Сіздерге мысалы осындай жылтырақ емес, басқа түс болса, басқа түс таңдасаңыздар болады. Жай ғана золотой түс таңдасаңыздар да болады. Менде осындай жылтырақ түс керек болды, сол үшін жылтырақ түсті таңдадым. Енді қазір жылтыр көк түсті сақтап алдық. Соны жасап көреміз. Енді қазір қайтадан цветке кіреміз. Цветке кіргеннен кейін текстураға басасыздар. Текстураға басып, міне жаңағы таңдаған шаблонымызға басамыз. Міне енді цветі өзгерді. Дәл осылай любой түсті жасасаңыздар болады. Міне қараңыздар, қандай күшті түс болды. Міне жаңағыдай төбесінен басып копия жасап аламыз. Төбесіне 2 точкаға басып, міне копия жасадық. Енді міне біздің шаблонымыз дайын. Менің видеом ұнаса, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген обучающий видеолар болады. Всем пока!